Баршаңызға сәлем. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма өте қуаныштымын. Бұл видео бізде су ішудің тәртібі, қай уақытта ішу керек және қандай температурада ішу керек, сол туралы болмақ. Ең алдымен таңертең ұйқыдан тұра салысымен 1,5 стакан, яғни 300 мл су ішуіміз керек. Ал судың температурасы қатты ыстықта болмау керек, қатты мұздайда болмау керек. Не үшін? Дененің температурасымен бірдей болу керек. Не үшін? Өйткені біз қатты мұздай су ішкен кезде оны асқазанымыз жылытуға тура келеді. Дәл солай ол жылытамын дегенше уақыт өтіп, біраз уақыт асқазанда тұрып қалады. Ыстық суды суытуға тура келеді. Сондықтан да біз денемізге көмектесу мақсатында жылы су ішкеніміз абзал. Және не үшін таңертең жылы су ішу керек? Өйткені біздің ағзамыз түнде ұйықтаған кезде тек қана ұйықтап қоймай, сонымен қатар токсиндерді сыртқа шығарады. Сонда таңертең тұрған кезде ішектегі шлактарды тазалау үшін, токсиндердің шығуына көмектесу үшін таңертең 1,5 стакандай жылы суды ішуді әдетке айналдырғанымыз дұрыс. Және суды 3-ке бөліп отырып ішкен дұрыс. Бұл исламда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінде де бар. Бұлай тұрып ішпей, отырып ішкеніміз абзал. Жаңағыдай дене температурасымен бірдей ішкеніміз дұрыс. Сіздермен бірге болған мен Айжамал Тұрсынбаева. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.